Мына қара құмырсқалар қалбыр толы қантты көтеріп үйлеріне апара жатқандарында оларды қызыл құмырсқалар байқап қалып, жолдарын бөгіп, қызыл құмырсқалардың атаманы қара құмырсқаларға немене көтеріп бара жатсыңдар дегенде ишарат көрсеткендіктен, қара құмырсқалардың отряд бастығы қалбыр ішінен бір тал қант алып шығып, қызыл құмырсқалардың алдына қойып, бұл сендерге деген көңіліміз, біз енді жүре берейік деп жолдарына түскенімен, қанттың дәмін татып көрген қызылдардың атаманы қанттың бұншама дәмді екеніне таңғалумен бірге қол астындағыларға аналарды қуып жетіп барлығын тартып алайық деп бұйрық беріп, қаралар тұрағу болады байқаған қаралардың отряд бастығы отрядындағыларға тездетіп жүріңдер деп бұйрық беріп, қашқаннан қашып отырып бір жерге келсе, алдарынан кішігірім жар кезіккендіктен барлығы қалбырдың алдыңғы жағына шығып, қалбырды жардан құлатқан бойдан төмен қарай безіп, бұны көрген қызылдар да бекер қарап тұрмай, бір темір бөтілге тау ішіне түсе сала бөтілгені домалатқан бойдан қараларды қуып, ал қаралар құлдилап отырып, соңында төмен жақтағы өзенге түсіп, аман есен өзен бетіне қайта шыққандармен, қызылдар да ілесе өзенге түсіп, бірақ олардың бөтілкесі су астына қаталып, осы орайда қаралар дереу қалбыр ішіндегі қанттарды алған бойдан безіп, қызылдар судан шыққанында қаралар әлдеқашан ұзап кеткенімен, қызылдардың атаманы жердегі қанттың үгінділерінен қаралардың қай бағытқа қашқанын тұрақтандырып, өте тездікпен олардың соңдарынан түсіп, қаралар ауыр жүк көтеріп әрең келе жатқандықтан қызылдар бірдемде оларды қуып жеткенімен, бұл кезде олар бір май жолды кесіп өтіп бара жатқандықтан анадайдан өздеріне қарай бір машина келе жатқан болып, бұны көрген қаралар жалғасты алға тартқанымен, қызылдар қорқып жүрістерін тоқтатып, бұдан атамандар ашуланып қорықпай алға жүріңдер дегенімен, ал тіпті көп қазақша киноларды көрмекші болсаңыз, сол жақ аяқ жақтағы жалғанымды басып, шалқар кескін деталын түсіріп алып көрсеңіз болады. Осылайдан қызылдар қашып, ал қаралар машинаның шағының екі ортасына келіп алғандықтан, мыжылмай аман есен бұл қауіптен де құтылып, ақыры илеулеріне де жетіп, көшегіште олармен бірге ішке кіріп, құмырсқалардың барлығы әкелген нәрселерін патшаларының алдына әкеліп, оған жегізіп жатқан болып, егер патша көп нәрсе жесе, көп жұмыртқалайтындықтан, басқалардың әкелген нәрсесін жегенмен жұмыртқасы аз түсіп, жаңа қант әкелгендерде қантты оның алдына қойып, өмірінде бұндай нәрсені жеп көрмеген патша қантты жеп қалғанда дәмі ерекше болғандықтан құйрығынан жұмыртқалар атылып, бірдемде тау төбе жұмыртқа үйіліп қалады. Бірақ бұл кезде бұны жаңа қуғындап келген қызыл құмырсқалар көріп қалғандықтан дереу кері қайтып өз патшаларына айтып, көп жұмыртқа беретін ондай жақсы дүниенің бар екенін естіп таңғалған патшалары дереу бүкіл әскерін жиып, қара құмырсқаларға шабуыл жасап, қанттарды тартып алайық деп бұйрық беріп, осылайдан қызылдар неше түрлі құрал-жарақтарын көтерген бойдан қаралардың илеулеріне қарай беттеп, бұл кезде күні бойы тырбыңдап шаршаған қаралар илеудің аузын жауып барлығы ұйқыға кетіп, ертесі таңертең орындарынан тұрғанда қараса, илеулердің айналасын қызылдардың қосын әлдеқашан қоршауға алған болып, қызылдардың отряд бастығы шабуылдаңдар деп бұйрық бергенде, қызылдар ауыр қарулармен қаралардың илеулеріне қарай құтырына шабуыл жасап, осылайдан екі жақтың тарихта болмаған қанды шайқасы басталып кетеді.